Сәлеметсіздер ме, құрметті ұстаздар? Мен Сүйеуова Шолпан Бақытқанқызы, Қызылорда қаласы нөмірі 3 ақпараттық технология мектеп-лицейінің физика пәні мұғалімімін. Менің шеберлік сыныбыма қош келдіңіздер. Өз тәжірибемде оқушылардың геометриялық оптика бойынша кейбір есептерді шығаруда қиналатынын көріп жүрмін. Мұғалім фасилитатор ретінде осындай есептерді шығарудың оңай, тиімді жолдарын ұсынуы қажет. Паретто заңдылығына сүйенсек, оқушылардың 20% күш жұмсап, 80% өнімді нәтиже алуына мұғалімнің ұсынған оқу стратегиялар ықпал етеді. Бүгінгі шебер сыныбымда геометриялық оптика бойынша осындай есептерді тез әрі оңай шығарудың жолдарын қарастыратын боламыз. Тапсырмаларды орындау үшін геометриялық оптиканың 4 заңы басшылыққа алынады. Олар жарықтың түзу ысық пен таралу заңы, жарықтың сыну заңдары, жарықтың шағылу заңдары және жарықтың тәуелсіздік заңы. Енді назарларыңызды мына тапсырмаға аударайық. Әкесі баласынан 60 сантиметрге ұзын. Әкесінің көлеңкесі баласының көлеңкесінен 90 сантиметрге ұзын. Егер баланың көлеңкесінің ұзындығы 180 сантиметр болса, баланың бойының өлшемін анықта. Әрине, бұл тапсырманы орындап алу үшін бізге геометриялық сызба қажет. Екіншіден, мынадай қарапайым болжам жасаймыз. Күн жарық көзі ретінде есептесек, оны нүктелік жарық көзі деп аламыз. Және күн мен жердің арақашықтығы өте алшақ 150 миллион километр болғандықтан, одан шығатын жарық сәулелері параллель жарық сәулелері болып табылады. Енді есебімізге көшейік. Үлкен H әкесінің бойының өлшемі. Оған жарық көзінен параллель жарық сәулелері түседі. Үлкен L әкесінің бойының көлеңкесінің өлшемі. Кішкентай H баланың бойының өлшемі. Оған дәл сол жарық көзінен параллель жарық сәулелері түседі. Оның көлеңкесінің өлшемін кішкентай L әріпімен белгілейміз. Қарап отырсаңыздар, екі үшбұрыш пайда болды. Бұл үшбұрыштардың мына бұрыштары тең. Олай болса, бұндай үшбұрыштарды ұқсас үшбұрыштар деп атаймыз. Енді бұл есепті шығару үшін ең тиімді жолы үшбұрыштың ұқсастығы ережесін пайдалану. Демек, үлкен H-тың кішкентай H-қа қатынасы үлкен L-дің кішкентай L-ға қатынасына тең. Осы өрнекке апарып, тапсырманың берілгендегі сан мәндерін қоямыз. Түрлендіріп есептеу енгізген уақытта кішкентай H-тен 120 сантиметрге тең болып шықты. Сонымен баланың бойының өлшемі 120 сантиметр. Бұл тапсырмада біз ең бірінші үшбұрыштың ұқсастығы ережесін қолдандық және графикалық сызбасын салып алдық. Енді күрделі тапсырмаға көшейік. Бұл тапсырмада оқушылар дененің кескіні екінші линзадан қандай қашықтықта болады және қандай кескін шығады, соны анықтау қажет. Ол үшін бірінші тапсырмадағыдай графикалық сызбасын сызуымыз қажет және үшбұрыштардың ұқсастығы ережесін қолданамыз. Өздеріңіз көріп отырғандарыңыздай, екі жинағыш линзадан тұратын оптикалық жүйедегі дененің кескінін анықтауымыз қажет. Алдымен бас оптикалық оське параллель түсірілген сәуле бірінші линзадан өтіп сынғаннан кейін оның фокусы арқылы өтеді, әрі қарай екінші линза арқылы бағытын өзгертеді. Келесі, бірінші линзаның фокусы арқылы өткен сәуле одан сынып бас оптикалық оське параллель түсіріледі, әрі қарай екінші линза арқылы өзінің бағытын өзгертеді. Қарап отырсаңыздар, екі сәуле қиылысқан жерде дененің кескіні пайда болды. Өздеріңіз көріп отырғандарыңыздай, дененің кескіні шын, төңкерілген және кішірейтілген кескін болды. Ендігі мақсатымыз осы кескіннің екінші линзадан қандай қашықтықта болатынын анықтауымыз қажет. Ол үшін бізге ең тиімді жол үшбұрыштардың ұқсастығы ережесін қолдану. Суретте көріп отырғандарыңыздай, А1, В1 сыбыр үшбұрышы мен Е1, О сыбыр үшбұрышы ұқсас. Олай болса, мына өрнекті жазып аламыз. Келесі, А2, В2, С2 үшбұрышы ұқсас А2, О2, Е2 үшбұрышына. Олай болса, мына төмендегі өрнекті жазамыз.
Әрі қарай А1, О1, Е1 үшбұрышы мен А2, О2, Е2 үшбұрышы ұқсас болғандықтан мына үшінші өрнекті жазып аламыз. Осы үш өрнекті біріктіріп, түрлендіріп, сан мәндерін қоямыз, сонда өзімізге белгісіз x қашықтықты есептеп аламыз. Сонымен x қашықтық 7,5 сантиметрге тең болып шықты. Енді келесі тапсырмаға назар аударайық. Бұл тапсырмада оқушылар алыстан көргіш адам оптикалық күші қандай көзілдірік киетінін анықтайды. Тапсырманы орындау үшін мына екі ережені есте сақтау қажет. Егер кескін торламаның алдында пайда болса, бұл жақыннан көргіштік. Мұндай жағдайда фокустық арақашықты үлкейту керек, ол үшін шаршатқыш линза қолданылады. Жақыннан көргіштік үшін мына формуланы ұсынамын. Егер кескін торламаның сыртында пайда болса, алыстан көргіштік. Мұндай жағдайда фокустық арақашықтықты азайтуымыз қажет. Сондықтан жинағыш линза қолданылады. Алыстан көргіштік үшін жұқа линза формуласын ұсынамын. Есепті шығаруда адамның ең жақсы көру қашықтығы 25 см екенін есе сақтауымыз қажет. Бұл тапсырмада арақашықтық 25 см үлкен болып тұр. Сондықтан алыстан көргіштік үшін жұқа линза формуласын қолданамыз. Алдымен көзілдірік кимеген жағдайдағы жұқа линза формуласын жазамыз. Екіншіден, алыстан көргіштік жағдайындағы жұқа линза формуласын жазып аламыз. Бірінші өрнектен екінші өрнекті алып тастап, сан мәндерін қоямыз. Сонда оптикалық күші 3 диоптрия деген жауап алынады. Сонымен шеберлік сыныбымызда үш бұрыштардың ұқсастығы, жақыннан және алыстан көргіштік формуласын қолданып есептер шығардық. Бүгінгі идеялар сіздердің оқушыларыңызға осындай есептерді жылдам әрі оңай шығаруға көмектеседі деп ойлаймын.